Саламатсыздар ма, студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Ақтау көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Марқабаева Ғазиза Аманжолқызы. Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу пәні бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мінездемелер мен өмірбаяндар. Осы тақырып бойынша бүгін мен сіздерге слайд арқылы түсіндіріп өтетін боламын. Сабақтың тақырыбы мінездемелер мен өмірбаяндар. Сабақтың мақсаты студенттерге мінездеме мен өмірбаян туралы мағлұмат беріп, олардың жазылу үлгісін үйрету, іс құжаттарын тиянақты жүргізе білу дағдыларын қалыптастыру, мемлекеттік тілдің қадірін ұғындырып, туған жерді, туған елді, туған тілді қадірлей білуге тәрбиелеу. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы қарсаңында жас буын өкілдерін дана бабамыздың нақыл сөздері арқылы ұлтжандылыққа, бауырмалдылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Мемлекеттік тілді жетік меңгеріп, құжаттарды тиянақты, сауатты жүргізе білу қабілеттерін дамыту. Жалпы мінездеме ресми іс-қағаздар стиліне жатады. Мінездеме қызметкердің қызметтік қоғамдық әрекеттерін ресми түрде бағалау, іскерлік қабілеті мен моральдық сапасын ерекшелеп көрсету болып табылады. Қазіргі кезде мемлекеттік емес мекемелерде сирек қолданылады. Бірақ қызметі бойынша орын алмастырғанда, қызметін аттестациялау кезінде, іс-сапарға шыққанда және басқа жағдайларда мінездеме қажет болады. Мінездеменің бастаңғы бөлімі анкеталық мәліметтер, аты жөні, туған жылы, білімі. Екінші бөлімде еңбек қызметі туралы мәліметтер, мамандануы, жұмыс істеу мерзімі, қызметі бойынша өсуі және еңбегіне берілген баға жазылады. Үшінші бөлімде қоғамдық белсенділігі, тұрмыстағы тәртібі, әріптестер мен қарым-қатынасына баға беріледі. Қорытынды бөлімде тұжырымдама және мінездеменің берілу мақсаты жазылады. Мінездемені қызметкердің өз сұрауы бойынша, басқа мекеменің сұрауы бойынша және өзінің бастамасымен әкімшілік немесе мекеменің қоғамдық ұйымы жазады, егерде бар болса. Мінездеменің деректемелері, шапкасы, құжаттың түрі, мәтіні, қол қою, мерзімі, мөрі, осылардың барлығы мінездеменің деректемелері болып табылады. Мінездеме 2 данадан жазылады. Назарларыңызға мінездеменің үлгісін беріп отырмын. Осы мінездемені басшылыққа ала отырып, өздеріңіз мінездеме жазыңыздар. Үлгі бойынша басына шапкасын, ортасына мінездеме деп жазып, сол аталған кісіге мінездеме беріледі. Соңында қол қойып, мөр басылады. Бұл мінездеме менің тобымда оқитын студентке жазылған. Мінездеме А4 параққа Times New Roman қарпінде 14 кегілмен, яғни міндетті түрде компьютерде беттеліп жазылуы керек. Ал енді мінездеме тақырыбын бекітуге арналған сұрақтарға назар аударыңыз. Мінездеме дегеніміз не? Мінездеме неше бөліктен тұрады? Мінездеменің негізгі деректемелері қандай? Өз тобыңда оқитын бір студентке қысқаша мінездеме бер. Енді осы 4 сұраққа жауап беру барысында видеоға түсіріп, оны маған Telegram желісі арқылы жіберіп отырыңыздар. Мен оны бағалап, электронды журналға қойып отырамын.
Ал енді мінездеме түсінікті болса, келесі тақырыбымыз өмірбаян. Өмірбаян да ресми қағаздар стиліне жатады. Өмірбаян авторы өзінің өміріне қатысты мәліметті хронологиялық тәртіппен құрастыруы қажет. Өмірбаянның типтік үлгісі жоқ. Ол мақсатына байланысты қысқа немесе толық нұсқада болуы мүмкін. Әдетте өмірбаянда мыналар көрсетіледі: құжаттың атауы, автордың аты жөні, туған жері мен мезгілі, білімі мен мамандығы, қызметіне қатысты мәліметтер, марапаттаулар мен алған мадақтаулары, отбасы жағдайы мен отбасы құрамы, үйінің мекенжайы мен телефоны, толтырылған күні мен жеке қолы. Өмірбаянда тұлға өз қолымен бір дана жазады. Оған өз өмірінің негізгі сатыларын уақытылы бір ізділікпен еш өзгертусіз толтырады. Өмірбаянның деректемелері: құжаттың аты, яғни ол өмірбаян, мәтіні, күні, қол қоюы. Өмірбаян мәтінінде келесі сұрақтар міндетті болуы керек: аты жөні, фамилиясы, әкесінің аты, туылған жылы, білімі, яғни қайда, қашан, қандай оқу орны толық жазылу керек. Қай уақыттан еңбек қызметі басталды. Бір жұмыстан екінші жұмысқа ауысу себептері. Әскери атағы, егер бар болса әрине. Жанұя жағдайы, алғыстары, үйінің мекен-жайы. Өмірбаян тақырыбын бекітуге арналған сіздерге сұрақтар. Өмірбаян қандай құжат болып табылады? Құжатты кім әзірлейді? Өмірбаян құжаты қалай толтырылады? Өмірбаян деректемелеріне нелер жатқызылады? Өмірбаян құжаты неше дана етіп әзірленеді? Осы 5 сұрақ бойынша өздеріңіз жауап бере отырып, маған телеграм жүйесі арқылы жіберіп отырыңыздар. Мен бағалап, электронды журналға бағаңызды қойып отырамын. Студенттер, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, үйге тапсырма. Видеода көрсетілген мінездеме мен өмірбаянға қатысты барлық мәліметтерді дәптерге жазу. Берілген сұрақтарға жауап беру. Мінездеме жазу көрсетілген үлгі бойынша жазу керек. Бірақ та көшіріп алуға болмайды. Өмірбаян жазу көрсетілген деректемелерді пайдаланып, берілген сұрақтарға жауап бере отырып, жазылу міндетті. Тапсырма түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.